Ақтау қаласы білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен жалпы пәндер бойынша олимпиаданың қорытындысы болып өтті. Осы сайысқа 15 пән бойынша 428 оқушы бақ сынасты. 40 оқушы бірінші орын иеленсе, 67-сі екінші орында, ал 101-і үшінші орынды қанағат тұтты. Облыстық додаға түсу үшін 44 оқушы жолдама алды. Бұл дәстүрге айналған сайыстың мақсаты жалынды жастарды білімге апару. Бұл біздің басты борышымыз, дейді Светлана Дюмбаевна. 428 бала қатысып, соның ішіндегі 44 оқушымыз Ақтау қаласының абыройын облыстық деңгейде дәлелдеп шығуға жолдама алып отыр. Жыл сайын олимпиада нәтижесі бойынша орта мектептерге үздік команда кубогы табысталып келеді. Осы шараның қорытындысы да марапаттаумен аяқталды. Бірінші орынды мамандандырылған IT лицейі, екінші орынды 7-ші мектеп пен 3-ші гимназия, ал 3-ші орынға 23-ші мектеп пен IT мектеп лицейі иеленді. Жағымды жаңалық, облыстық додаға жолдама алған оқушылардың 17-сіне КБТУ өз грантын табыстады. Жастарды ынталандыруымыз қажет, дейді Қазақ-Британ техникалық университеті маркетинг және рекрутинг департаментінің директоры Зарина Дархадовна. Я считаю, что это отличный шанс, то, что мы выделяем гранты, потому что это дает стимул, некий мотивацию для поступления ребят. На протяжении 3 лет мы уже так сотрудничаем именно с городом Актау. Мы в этом году выделили, получается, 17 грантов внутренних КБТУ. Это гранты и скидки. Кто первое место получал, это 100% грант, это полностью бесплатное обучение. Второе место это 50% скидка, третье место это 30% скидка на обучение. Қуанышқа орай, бірінші орынға иеленіп, жалпы олимпиаданың өзі де оқыған, дайындалған нәрселерім бойынша келді. Осының арқасында нәтижесінде мен барлық еңбегімді ақтап, Қазақ-Британдық технологиялық университетке 100% грантқа түстім. Білімге құштар жастардың енді алдында облыстық сайысы күтіп тұр. Әрине, біз оларға тек қана сәттілік тілейміз. Жалындаған жастарымыз көп болсын. Нұржай Амандәулетұлы, Ғалымжан Жұмай, арнайы абыройлы жаңалықтары.